еркін барып жаңағы үй алып беру, үйдің ішін мебельмен толтырып беру, әйел алып беру, осының барлығын, одан кейін әйел алған оны бағу, одан кейін немересін бағу, содан кейін пенсиясын ұрлап беру, сөйтіп жүрген кезде өзі өліп кету. Біздің арманымыз сол. Көп адамның бір шолақ арманы осы. Жаңағы өмір сүру, бала тудыру, содан кейін бір жақсы үй алу, содан кейін барып спокойно өле қалу. Болды, сома бар өмір сол үшін келдік па? Алла Тағала Құранда біздің миссиямызды айтып қойған адамның келгенде миссиясыне: "Ва ма халақтул джинна вал инса илля лиябудуни". Мен пендені жараттым құлшылық қылу үшін, мені тану үшін деді. Ал енді сіз баланы өсірдіңіз, бала ертең сізді көп болса 2-ақ күнде ұмытады. 2 күннен кейін жаназада жүрмін ғой, менен сұрасаңыз айтып бере беремін. 2 күннен кейін қарқылдап күліп вечер жасап тойға барсам бола ма? Енді өлген аттан ешкім өлмейді ғой деп жүрген балалардың талайын көріп жүрміз. Сондықтан сіз балаңызға жақсы тәлім тәрбие беріңіз. Балаңыздың образованиясы средний болса да, образованиясы, тәрбиесі высший болсын. Баланың тәрбиесі болса, мынандай құндылық бар. Мен сіздерге айтайын, мына біз ұмытыламыз, бір күн келеді, бәріміз ұмытыламыз. Осы мені көріп отқандар да, көрмегендер де, бүгінгі бар адамдардың бәрі ұмытылады. Сол ұмытылатын күні мені ұмытпайтын ұрпақ бер деп сұраңыздар. Қараңыз, қандай сөз. Қайталаймын, тыңдағаныздар. Мен жердің астында жатып ұмытылған күні, сол мені ұмытпайтын маған ұрпақ бер деп Құдайдан қазақша сұрай беріңіздер.